Ой, экран. Саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай? Эфирге шықпағалы біраз болыпты. Сәлем. Жақсы көрініп тұрма сіздерге? Даусым жақсы естіліп тұрма? Саламатсыздар ма? Сізде осындай бүгін тырнақша құрақ құрала тұрмын. Мен қазір негізі люкс құрақ көрпені тігіп тұрмын. Шешен құрақ дейді ғой. Жақсы дейді, немісіңіз жемісті болсын. Рахмет көп. Сары түсменде осы жолы атлас матас. Партерный атлас деп аталады. Тоже жұқа, диск сияқты. Так, көп болды ғой дейді. Я, көп болды. Эфирге шықпай кеткеніме көп болды, шынында да. Мен эфиріммен бөлісіп отырыңыздар, таныстарыңызға жіберіп, эфирге кіріп атқанымды. Сұрақтар болса қоя отырыңыздар. Сынай көрпе тігіп отырмын. Өте әдемі болып шықты құрағым. Арты менде осылай. Тігіп үйретесіз болсын, машинам біле алмай жүрмін дейді. Тігіп үйретеміз. Қазіргі уақытта менде онлайн мастер-класстар бар. И еще скидкамен жүріп жатыр. Негізі жақында мен өзімнің Алла қаласа офлайн мастер-классымды бастасам ба деп ниеттеніп жатырмын. Бірақ әрине бағасы, офлайн мастер-классын бағасы өте жоғары болады. Мен ол жерде өзім бүкіл тәжірибеммен бөлісетін болам. Өзім қалай бизнесті бастадым, қалай заказ алып жатырмын, барлығын сол жерде айтатын болам. Офлайн мастер-классымда барлығын үйрететін болам. Инстаграммен қалай заказ алып жатырмын, барлығын айтатын болам. Даусыңыз жай шығып жатыр дейді. Барлығыңызға солай ма? Даусым дұрыс естілмей жатыр ма? Сатасыз дейді. Мастер-классты WhatsApp-пен. Өте әдемі дейді, рахмет. Мастер-класс менде Телеграмда видео сабақ ретінде сақталған. Сол жерде шектеусіз уақытқа беріледі сіздерге. Ссылка арқылы сол жерден кіріп қарайтын боласыздар. Так, наушнигім қайда екен? Дауысым нормально естіліп жатыр ма сіздерге? Амансыз ба? Амансыздар ма? Жақсымын мен өзім, шүкір. Өздеріңіз қалайсыздар? Астындағы бөз мата 16-да 16 сантиметр. 15-15 сантиметр құрап шығарып жатырмын. Даусым естіліп тұр ма? Жақсы естіліп тұр ма сіздерге? Қандай сұрақтарыңыз бар, қоя отырыңыздар. Барлығына жайлап кезекпен кезек жауап беретін болам. Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Үйретемін. Онлайн мастер-классында дәл осы құрақ бар менің. Бұл ең күрделі көрпенің бірі. Люкс құрақ деп айтады, шешен құрақ деп айтады. Мен сол көрпені қазір тігіп жатырмын. Мен осы көрпені осы түстен ғана тіккен болатын. И осы түстен тапсырыстар болып жатыр маған.
негізі любой түстен тіксе де болады. Жай шығып жатыр дейді. Тағы да ма? Барлығыңызға жай естіліп жатыр ма даусым? Саламатсыздар ма? Хош келдіңіздер менің прямой эфиріме. Менде қисық получается дейді. Қисық болмау керек негізі. Барлық техникасын дәл сақтап отырып тіксеңіз, қисық шықпау керек. Менің құрақтарым астында матасына шығып кетеді, или жетпей қалады. Сол үшін 1-2 сантиметр үлкен қылып алыңыз. Мен постоянно айтамын, әбден қолы жаттықпайынша сәл үлкен қылып алыңыздар астында, подложкасын. WhatsApp-пен болса мастер-класс алсам деймін. WhatsApp-пен болмайды мастер-класс. WhatsApp-қа ұзақ видеолар жіберілмейді ғой. Ал мастер-класс деген өте ұзақ видеолардан тұрады. 1 сағат, немесе жарты сағаттан бөлінген болуы мүмкін. Сондықтан ондай ұзақ видеоларды тек Телеграмнан жібере аламыз, или болмаса Инстаграмнан закрыт аккаунттан көре аласыздар. Бірақ мен мастер-класстарым барлығы Телеграмда сақталған. Телеграм самый удобный. Бір рет загрузка жасап, айналдырып алып, ашып алып, сохранить етіп алсаңыз да болады ғой өзіңізге. Сол самый удобный вариант негізі. Мен матам, мен астындағындай бөзді бар ғой, табандық дейді, бөз дейді, соны мен өте жұқасын алып жүрмін. Жұқа болғандықтан үстіне флизелинмен осылай қатайтып жатырмын. Флизелинді мен неге жабыстырып жатқан жоқпын, лентаға. Кей адамдар бар, ол лентаға жабыстырады. Разница жоқ, лентаға жабыстырмаймын. Прямой неге жабыстырам? Жабыстырмаймын, прямой мына бөздің үстіне қойып тігем, сол кезде өте әдемі болып шығады. Құрақтарыңыз прямо ауа қалмай, арасында күшті болып шығады. Ешқандай секреті жоқ бұл құрақтың. Міне мен көз алдарыңызды қалай тігіп отырмын, солай тіге берсеңіздер болады. Тегін ба дейді. Телеграмнан тегін емес. Қазір скидкамен жүріп жатыр ғой. Қазір бар болған 1000 теңгеге сіздер 30 мың, 35 мың тұратын көрпені тігіп үйрене аласыздар. Алмаған адамдар болса, алып алыңыздар, бүгін соңғы күн. 3D мастер-классы 1000 теңгеден барлық мастер-класстар, люкс көрпе болсын, 3D мастер-класс болсын, барлық 1000 теңгеден жүріп жатырыңыздар. Негізгі бағасы 5000 теңгеден. Давайте, алмағандарыңыз болса, тез оплата жасап, WhatsApp-қа немесе дайректке чек жіберіп, мастер-классты алып алыңыздар. Бұл жерде өте құнды ақпараттар айтылған, және 3D-ның жасалу жолы көрсетілген. Менің 3D-мді, мысалы, көп адам, мен тек мастер-класс алған қыздарым ғана білетін шығар. Так базарлардың барлығында ондай 3D жоқ, вообще сатпайды парақларды. Өйткені оның тігілу жолын білмейді, күрделі ол. Тігіп жатқан матасының ені неше? Лента ма? Лента 2,5 сантиметр. Мен всегда лентаның енін 2,5 сантиметр қылып алам. Не одан үлкен қылмаймын, не одан кішірек қылмаймын. Қалай төлейміз? Қазір мен мына жерге төменге өзімнің номерімді қалдырам. WhatsApp, Каспи, бәрі осы номерде. Мереке Ж деп шығады. Прикрепить етіп қоямын. Осы жерге төлем жасап, WhatsApp-қа сразу шықсаңыздар болады. Или WhatsApp сіздерде шықпай жатқан болса, дайректке жіберсеңіздер болады. Осы Инстаграмның. Мен сразу прямой эфир біткеннен кейін сіздерге мастер-класстарымызды жіберетін боламын. Бұл голограмма емес, бұл бізде атлас матасы, атлас қыздар. Любой базардан, любой жерден таба аласыздар, атлас.
атласпен де как голограмма и диск сияқты өте әдемі жылтырақ болып шығып жатыр. Что-то сіздерге мутный болып көрініп тұрған жоқ па? Мен өзіме мутный болып тұрғаны или енді нормально болды ма? Қалай? Тырнақшасы 5 сантиметр. Атласқа тоже флизеленмен қатайтылған. Себебі атлас өте жұқа. Иногда болады, флизелен түсіп қалғандарды тоже тігіп жіберіп жатырмын. Флизеленсіз де пайдалануға болады. Разница жоқ. Өте әдемі атлас. Рахмет. Сары мата атлас, партерный атлас деп айтады. Шторадан атлас сияқты. Ені бұның 3 метр, қателеспесем, 2,80 ба, 3 па сондай. Ені үлкен. Мен Алматыдан, барахолкадан 1 метрін 1200 теңгеден сатып алдым. Ені бұның үлкен 3 метр ма, 2,5 метр ма сондай. Өте әдемі шығады қыздар. Осылайда жасап көріңіздер. Бір көрпеше, осы шешен құрақтан, люкс құрақтан бір көрпешенің бағасы мысалы 38 000 теңгеден, 40 000, 38 000 теңгеден. Негізі одан да қымбат сататындар бар тігіншілер. Мендегі баға 38 000. Ал жастығы 15 000 теңгеден. Бұл өте күрделі құрақ. Сізге бұл сатып алуға бағасы қымбатқа түсетін шығар. Сіз сол үшін тігіп үйреніп алыңыз. Өте бағалы күрделі құрақ болып жатыр. Тігіп үйрен. Менде мастер-класс бар болғаны 1000 теңгеден болып жатыр. Астында қағаз емес, астындағы флизелин, оның астында аппақ шыт матасы бар. Мынандай ақ шыт өте жұқа болғандықтан мен флизелинмен шамалы қатайтып отырмын. Құрақтың размері 15-ке 15. Бұл құрақтан бір көрпешеге 24 штука кетеді. 24 штука. Ойлаңыздаршы. Өте жұмысы күрделі бұны. Бұл құрақ қана емес, және бұған пагон құрағы қосылады. Пагон құрағын қосылады. Оны біріктіруі де, құрастыруы да өте күрделі. Менің өзім бар ғой, осы бір шешен құрақ көрпешеден бір заказ тіккенше маған 3D көрпешелерден, немесе классикалық көрпешелерден болсын, басқа түрлерінен болсын 3 заказды тіге аламын да сол уақытта. Мына бір заказға кеткен уақытымнан мен басқа заказдан 3 заказ тіге аламын. Сондықтан өте күрделі болғасын, бағасы да соған лайықты болу керек деп ойлаймын. Қыздар, барлығы мен мастер-классында көрсетілген, бар болған 1000 теңге, сол 1000 теңгеге алып, өте құнды ақпарат ала аласыздар сіздер. Сондықтан білімге құйған ақша ешқайда кетпейді ғой, ол сізге пайда әкелмейді. Сондықтан алып үлгеріп қалыңыздар. Алдағы уақытта мен офлайн мастер-класс жасайын деп жатырмын. Ол жерде өте аз адамнан 2-3 адамнан ғана қабылдаймын да, бағасы жоғары болады. 200-250 мыңның арасында қоямын бір адамға бағасын. Бірақ ол жерде тек қана сіздер көрпе тігіп үйренбей, сату жолдарын, мен қалай заказ алып отырмын, қалай инстаграммен жұмыс жасап отырмын, соның барлық өзімнің секреттерімен бөлісетін болам. Шешен құрақта барлық менде қандай мастер-класс бар, барлығын сторисімнен қарап алсаңыздар болады. Сол жерде көрпелердің менің барлық мастер-класстарым, каждый бөлек-бөлек, бірақ 1000 теңгеден. 3D мастер-класс бар, люкс, осы шешен құрақ мастер-классы бар, классикалық көрпедегі мастер-класс бар. Осы 3 көрпе ғой айналдырып заказ түсетін негізі. Көбіне заказ болатын осы 3 көрпе. Шешен құрақтың мастер-классы да 1000 теңгеден. Түсінетін адам негізі онлайн мастер-класстан да алып кететін адам.
Ал тереңдетіп білім алғысы келетін адамдар офлайн мастер-класс алдағы уақытта әлі күнін белгілеген жоқпын, уақытын белгілеген жоқпын. Алдағы уақытта айтатын боламын. Дайын отырыңыздар. Өте көп сұраныс болып кетті да, өйткені мендегі өте көп. Особенно 3D мастер-классыма. Өйткені мендегі неше жылдан бері заказдан түспей келе жатқан көрпем, ол менде 3D. Люкс көрпені, мынау шешен құрақ көрпесін көп ешкім тіге бермейді, потому что бұл өте күрделі, жұмысы да өте ауыр болғандықтан, бағасы қымбат болғандықтан бұған көбіне заказда бола бермейді. Мен алдында скидка бердім ғой бір уақытта, 10% скидка. Сол кезінде бір кісі келіп заказы берді, үйіме келіп. Сол кісі жақсы бағада алып қойды. Мен бұны жылына бір рет қана тігетін шығармын, наверное. Бір рет, әрі кетсе 2 рет тігем. Бірақ менде 3D классиканда ондай көп тікпеймін. Менде 3D неше түрлі цветінен тігіп тастадым ғой 3D-ні. 3D мастер-класста менде 1000 теңгеден қыздар. Ол жерде өте әдемі 3D-ні қалай шығару керек, қалай томпиып тұру керек, барлығы айтылады. 3D деген хит десе хит, неше жылдан бері түспей келе жатыр ғой хиттен. Сториздағы 3 көрпенде мастер-классы бар, каждайы бөлек-бөлек 1000 теңгеден. Осы қандай тағы сұрақтарыңыз бар, қойып отырыңыздар. Ол мастер-класстарда размерлері барлығы түгел айтылады. Қайсысының размері қанша болу керек, барлығы түгел айтылады. Рахмет лайктарыңыз үшін. Күшті лайктар басып жатсыздар. Салихалы ұрпақ амалдарыңызды қабыл етсін. Мен көп рахмет. Әмин. Маған тілеген тілектеріңіз өздеріңізге 1000 еселеніп қайтсын. Сары матаның аты атлас. Кәдімгі обычный атлас матасы. Бұл бірақ ең үлкен шторный атлас түрі. Шамал качествосы жақсы, чемандай арзан атластарға қарағанда качествосы жақсы. Мастер-класс қаншадан екен, мен қазір кіріп жатырмын. Мастер-класс онлайн 1000 теңгеден қыздар. Акция, скидка болып жатыр. Кәдімгі үлкен скидка болып жатыр. Негізгі бағалары 5000 теңгеден ғой. Қазір акциямен алып қалыңыздар. Ол жерде 1000 теңге емес, прямо 10 000, 100 000 теңгенің ақпараттары бар. Сондықтан еш өкінбесте 1000 теңге қайда кетпей жатыр. Алып алыңыздар. Мен мысалы прямой эфирлерімде, ютубта видеоларында айтатын нәрселерді айта бермеймін. Мастер-классында ғана айтамын. Жаңағы секреттерін. Сондықтан 1000 теңге деген не ол? Қазір 1000 теңгенің құны да жоқ қой, 1000 теңгеге не аласыз қазір? Одан да құнды ақпарат алып алыңыз. Мүмкін сіздің жаңағы сатуға тікпесеңіз де өзіңізге көрпе тігіп алатындай мүмкіндігіңіз болып қалар. Атласқа флизелин жабыстырылған. Қолыңыз дерт көрмесіне дайын. Ширина 2,5. Бұл жерде мен кейбір сұрақтарды көрмей жатсам, барлығын сол жерге, сол мастер-классымнан жауап ала аласыздар.
қашанға дейін дейді. Пока скидка қойып тұрмын. Негізі уже бітірем деген үміттемін. 3 күн болды, бүгін 3-ші күн. Скидкада тұрған. Саламатсыздар ма? Сабақтарыңыз күшті, нақты, түсінікті. Мен алғам 2 сабағыңызды дейді. Көрдіңіздер ғой, мен мастер-класс алған ханымдар өздерінің отзывтарын жазады. Саламатсыз, құрақ перде тігу сабаққа барма дейді. Құрақ көрпеде тек құрақ көрпе ғана болады. Мен перде тікпеймін. Негізі тіккім келеді, бірақ уақыт болмай отыр. Құрақ көрпеден чесіні заказдан қолым босамайды. Мен сізден классикалық көрпен мастер-классын алдым, заказ алып тігіп жүрмін. Көп рахмет, Алла разы болсын, сізіңізге Алла береке берсін. Әумин, көп рахмет, өзіңізге де Алла берекесін берсін кәсібіңіздің. Көрдіңіздер ғой, менен классикалық көрпен мастер-классы менде ең алғашқы мастер-классым түгін онлайн карантин уақытында түсірген мастер-классым. Бірақ сол мастер-классты алып, қазір заказ алып, даже өзінің главный жасап жүрген жұмыстарын тастап, именно осы тігін саласына көшіп, көрпе саласына соның ішінде жаңағы миллиондап тауып отқан қыздар бар, өздерін цехын ашып атқан қыздар бар. Менде ондай случай көп болған, отзывтары да бар. Мен осы инстаграмдан қарасаңыздар болады отзывтарын. Мұғалімдер бар қаншама, мұғалімнің ақшасы аз қой негізі. Сол кісілер бар, қосымша жұмыс қылып істеп жатырған осы жұмысты. Көрпе деген киім тігу сияқты емес, күрделі емес, жан-жақ қаладан тапсырыстар ала аласыздар да. Одан мен өзім мысалы, даже осы жақында Турциядан заказ алдым мен. Сол сияқты көрпе тігу жақсы жұмыс деп білемін өзім. Саламатсыз ба, Нариманова? Мастер-классқа қатыссам деп едім. Саламатсыз, атлас матаның шеті ыдырап кетпеймін. Ыдырап кетпейді, мынау тігісінің астында қалады, ол белюрдің астында. Сондықтан ыдырап кетпейді. Бұған ешқандай да уайымдамаңыздар. Главное, шеті шығып қалмаса болды ғой. Бұл шеті тігістің астына кетеді. Ешқандай да шықпайды, ешқандай уайымдарыңыз болмасын. Светі де шықпайды. Мен ондай нәрселерді өзім қолданбаймын. Мастер-классқа қатысатын болсаңыздар, мен мастер-класстарын онлайн видео сабақ ретінде телеграмда сақталған, оплата жасап, менен доступ аласыздар ол жерге. Оплата жасау үшін төменде көрсетілген менің WhatsApp және Каспи номерім. Сол жерге төлем жасап, WhatsAppқа чек жіберіңіз. Немесе WhatsAppтан кей адамдардан көрінбей жатады екен. Көрінбей жатырса, егер сізге, онда дайректке жібере беріңіз осы инстаграмға. Мен барлығын оқып жауап беремін. Менде андай инстаграмда дайрект ашпау деген жоқ. Барлығын күн ашып оқимын сообщенияларды. Күшті қуат берсін. Рахмет. Балаларыңызды кім қарайды, уақыт таппай тігуге дейді. Менде әзірге бір ғана бала. Балам 5 жаста садикке барады. Үйде менің мама бар, енем, яғни сол кісі қарайды, үй шаруасына да маған көмектеседі. Тағы кімде қандай сұрақтарыңыз бар, тілектеріңіз болса, егер жаза отырыңыздар, менен мастер-класс алып, өзінің жұмысын бастаған қыздар болса, жаза отырыңыздар, қыздар жаңадан қосылып жатырған адамдар болса, көріп, оқып, может, ол кісілердің де қызығушылығы артар. Сары мата, атлас матасы. Жақында салған инста бойынша мастер-класс сол бағада ма? Сол бағада. Негізі бүгін соңғы беріп жатырмын деп ойлап отырмын. 1000 теңгеден 3 күн ба, уже 4 күн ба болды қатарынан. Көп адам алғысын айтып тұрып алып жатыр, қыздар, апаларымыз, например. Онлайн болады, телеграмда сақталған мастер-класс. Сосын телеграмда менде шектеусіз, қалаған уақытыңызда ұмытып қалған жеріңіз болса, любой уақытта ашып көре аласыздар. Так, мне жазып жатыр сары мата, сары мата, матовый велюр. Сары мата жоқ, атлас матасы жылтырап тұр. Осылай қарап отырғанның өзі кайф дейді. Рахмет, жан көп-көп. Дана.
онлайн болады ма дейді. Иә, онлайн болады. Ақ матаңыз қатты екен деп мата. Ақ мата менде қатты емес, керісінше менде ақ мата өте жұқа, міне көрсетейін. Ол жұқа мата болғасын, мен оның бетіне осындай қатты флизелин қойып отырмын, солай тігіп жатырмын. Өте әдемі шығады. Бұл да сіздерге лайфхак болсын. Флизелин жабыстырылған. Иә, атлас мата болғасын, үшбұрыштағы мата флизелин жабыстырылған. Өйткені жұқа болғасын. Флизелин жабыстырмасаңыздар да болады. Сізде мастер-класс алып жүрмін, керемет түсіндіргенсіз дейді. Рахмет, көп-көп. Жаудыр. Ассалаумағалейкум, қалайсыз? Жақында ғана қосылдым. Уағалейкум ассалам. Рахмет. Қосылғаныңызға қош келдіңіз. Мен парақшама. Сары мата қанша теңгеден екен? Сары мата менде партерный шторный рядтан алдым. Алматыдан 1200 теңгеге алдым. Ені 3 метр бұны. Астына флизелин жабыстырып қатайтып алдым. Ширинасы лентаның 2,5 сантиметр. Так, мастер-класс алмай сіздің эфирден қарап тігіп алдым. Рахмет дейді. Міне керемет, пайдаңызға жарасын. Я түсінетін адам негізі осылайда түсініп алады. А мен өзім тоже ешқандай мастер-класс алмай, ютубтан 1-2 видео көріп, осылай бастап кеткен адаммын негізінде. Негізі солға айтып отырған түсінетін адам онлайн мастер-класстардан да түсініп кетеді, алып кетеді, ары қарай жаңаға үлкен кәсіпке айналып кетуі де мүмкін. Бұл сізге мына көріністер бе? Өте әдемі құрақ шықты, иә? Келіссеңіздер, давайте бір ауыздан лайк басып жіберейік менің құрағыма. Сіздің машинкаңыз Jack F4 ма? Иә, Jack F4 флизелин деген паутинка ма дейді. Жоқ, флизелин деген бір бетінде ғана клей болатын нәрсе. Паутинка двухсторонный ғой. Алла жұмысыңызға береке берсін дейді. Амин. Көп рахмет. Саламатсыз, 3D мастер-классты алып көріп тіктім. Өте әдемі шықты. Үлкен рахмет Мереке хан дейді. Машалла, керемет. Пайдаңызға жарасын. Алла береке берсін. Қырғызстаннан мастер-класс алғам, көріп тігіп. Кереше тап атам. Чон рахмет дейді. Түсінбедім, бірақ дұрыс. Ең астында бізде шыт мата тұру керек, потому что флизелин деген бұл қағаз сияқты ғой, артынан езіледі, бұл жыртылады, сондықтан ақ шыт ұстап қалады оны, сондықтан оны ақ шыттың үстіне саласыздар. Алдағы уақытта суға тисе ерейді бұл флизелин еще. Керемет, рахмет, әдемі шықты дейді. Рахмет, сіздің ең бірінші ютубтан көрген тегін мастер-класс. Ютуб каналыма да жазылып алсаңыздар болады. Ол жақта да көптеген видеоларым бар менің. Ол жақта прямо өзім бұрын платный сатқан мастер-классым бар. Жастық тігу, 3D, двойной 3D жастық тігудің мастер-классы бар ол жақта, ютуб каналымда. Бастан аяқ түсірілген кәдімгі замок салу барлығы бар. Менде сосын ең оңай замок салу жолы бар. Ол осы ютуб каналымда да, осы инстаграмда да бар. Матовый велюрдан тіккен көрпені қолмен жуамыз ба дейді. Машинкамен өте жақсы сұрақ. Қолмен жусаңыз да болады, машинкамен жусаңыз да болады. Ол разница жоқ. Ешқандай да ештеңе болмайды. Жуа беріңіз. Егер сіздікі жақсы тігілген болса, стиральный машинка ештеңе де болмайды. Қалай деп осал тігілген болса, жыртылып кетуі мүмкін стиральный мысалы. Базардың көрпелерін алсаңыздар, жумай атып та, пайдаланбай жатып та жыртылып атады ғой, сөгіліп. Біздің көрпелеріміз олай болмайды.
сол үшін индивидуальный тіктіреді ғой. Адамдар бағасы базардан қымбаттау болса да бізге тапсырыс береді. Не үшін? Ұзақ пайдалану үшін. Кем дегенде сізге 10 жылға қызмет етеді бұл көрпе. Молодец, баракаллаху фикум, барака. Бәрін тегін салас дейді. Болдың ба? Ой, молодец, әдемі болып кеттің. Анасы мен аппақ болып тұрмын. Аппақ болып тұрсың, өте аппақ болып тұрсың. Жана. Анасыны сіз бас деп атқанын. Иә, мен ғой. Сіз өстіп істеу керек па? Ютубтан да Мереке Маратқызы деп іздесеңіздер, шығады, сразу каналын подписаться етіп алыңыздар. Осы құрақтан кейін эфирден шығайын. Ау, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Мен жатып, өзім істегенім. Молодец. Өзім істеген. Жақсы істепсің. Мен Алматыда тұрамын, Алматы қаласында. 3 бұрыш 5-те 5 сантиметр. Керемет, Алла разы болсын, сұрағыма керемет жауабын алдым дейді. Рахмет, пайдаңызға жарасын. Мен шыққаннан эфирді сақтап қоям. Қажет болса комментарий осы видеоның астына сұрақтарыңызды жазып кетіңіздер. Эфир ұнаған болса да пікірлеріңізді жаза кетіңіздер қазір эфирден кейін. Сақтап қойғаннан кейін. Что-то тамағым ашып отыр ше. Алдағы уақытта шығатын болам. Тағы да бірақ мен уже неше күн бойы осы қырақты қараймын. Өйткені бұл қырақтан маған өте көп керек болады. 150-200 тігуім керек осы қырақтан. 152.